оқушылармен Шу қаласында осындай мына феркан түнгі сағат қазір 1-ден 3 минут кетті. Міне осылай оқушылар жүреді. Міне түнгі 1-де 2-де міне осылай кетіп баратады. Білім бөлімі, учаскелік полиция нелердің бәрі қайқа қарап отырады. Елдің үйін жаңағы нені тексергенше оқушыларда көшедегі кафеде официант болып жүрген оқушылар неғып тексермейді. Жас балалардың бәрі осылай түн ішінде ары бері келе жатады, жүреді. Мысалы қазір мына қыз балалар бар. Біреу бір нәрсе істесе, балаларға біреу бір нәрсе істесе жауап береді. Мұғалім жауап бере ма, директор жауап бере ма, білім бөлімі жасап жауап бере ма, ішкі істер министр жаңағы мына роуда жауап бере ма, милиция жауап бере ма, или прокурор жауап бере ма, кім жауап береді бұған? Или участковый полиция жауап бере ма? Міне осылай. Ана үйде кеп оқушылармен суретке түсті. Бірінші класстың емес, 10-шы, 9, 10, 11-лерді қара көрік. Білесің, бүткіл Шуда осындай. Ана официант болып жүр. Түн ішінде жаяу келе жатады. Бүкіл трассаның үстінде. Ертең машина қағып кетсе, біреу бір нәрсе кім жауап береді? Білім бөлімі бастығы жауап бере ма? Осы сұрақ мен білім бөлімі бастығына қоямын. Жетеді мұнда былық деген Шуда. Әлі алда көрсететін боламын. Бүкіл халық тіркеліп алыңыздар. Мен каналыма мен сұрақты өзіне осы білім бөлімі бастығына қоятын боламын. Роудың бастығына қоятын боламын. Сұрақты прокурорға қоятын боламын. Сұрақты осыған кім жауап береді? Қазір көрсететін боламын жалғасын. Міне ертең бұларға сабақ. Міне оқушылар осылай жүр. Түнгі сағат 1-ден аса. Міне осылай. Кафеден шығып, үйіне жаяу кетіп баратыр. Осылай. Бүкіл мемлекетте Шу қаласында осылай. Осылай жүреді. Қарабаңыздар. Міне оқушылар шығып келатыр. Міне. 1, 2. Қыз баласы. Ертең бұларға сабақ. Міне қазір машина артқа қағып кетеді. Міне осылай. Міне. Жолдың шетінде такси ұстап тұр. Міне. Төте, міне қараңыздар. Білім бөлімі бастығы, участковый полиция түнде шығып, кафеге шығып, неғып рейд жасамайсыңдар. Осы трассаға рейд жасай бересіңдер. Бала өлімі болып Шу қаласында. Міне сендерге бәрібір ғой деймін. Осылай жұмыс істейсің. Қалай жұмыс істейсіңдер өздерің. Қарағанда бүкіл халық қалай жұмыс істеп жүргендер. Міне бүткіл халық біліңіздер.